Қайырлы күн оқушылар. Бүгін бізде 7-ші сыныптың қысқаша көбейту формулалары. Соның ішінде екі өрнектің қосындысының және айырымының квадраттарының формуласы. Ол жердегі міне бірінші формуламыз. Екі өрнектің қосындысының квадраты. Екі өрнектің қосындысының квадраты. Ол қалай жіктеледі екен? Бірінші өрнектің квадраты қосылған екі еселенген бірінші және екінші мүшенің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадраты болып ашылып жазылады екен. Міне бұл жерде бізде оқылуы жазылған екі өрнектің қосындысының квадраты бірінші өрнектің квадраты мен екінші өрнектің және бірінші және екінші өрнектің екі еселенген көбейтіндісі және екінші өрнектің квадратының қосындысына тең. Бұл бізде бірінші формула. Енді екінші формула тура осының айырымы. Екі өрнектің айырымының квадраты. Бұл қалай ашылады? Бірінші өрнекті квадраттаймыз. Азайтылған екі еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі болады. Қосылған екінші өрнектің квадраты болады. Енді осы формулаларға салып, бізде кітапта номері 32-де бірінші есепті шығарайық. Мысал түрінде көрсетіп шығарамын. Бірінші m-3-тің квадраты. Қалай ашылады бізде? Формула бойынша бұл мына формула келеді. a-b-ның квадраты деген формула келеді. Бұны ашатын болсақ, a квадрат минус 2ab қосылған екінші өрнегіміз v-ның квадраты болды. Енді осы формулаға салайық. Бірінші өрнек бізде m кетсене, m-ның квадраты минус 2 еселенген бірінші және екінші өрнекті көбейтсек, ол бізде 3m болады. Формула бойынша қосылған екінші өрнегіміз 3-ның квадраты 9-ға тең. 9. Немесе мұны жинап жазатын болсақ, m квадрат минус 2 мен 3-ті көбейтеміз 6m болады, қосылған 9 болады. Осы жолмен екіншісін шығарайық. X қосылған 5-тің квадраты. Бұл енді бізде қосу формуласына келеді. A плюс v-ның квадраты тең. A квадрат қосылған 2ab плюс екінші өрнегіміз v-ның квадраты болады. Ашайық енді осы формула бойынша. Бірінші өрнегіміз бізде x. X-тің квадраты қосылған 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі бізде 5m болады. Қосылған екінші өрнегіміз бізде 5. 5-тің квадраты 25 болады. Жинақтап жазайық. X квадрат қосылған 10m қосылған 25 болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 6 қосылған y жақшыл сыртында квадрат. Бірінші өрнектің квадраты 36 қосылған 2 еселенген бірінші және екінші өрнекті көбейтейік. 6y 2 еселесек 12y болады. Қосылған y екінші өрнектің квадраты болады. Төртіншісі v минус 9-дың квадраты. V-ның квадраты минус 2 еселенген бірінші мен екіншінің көбейтіндісі. Бірінші өрнегіміз v, екінші өрнегіміз 9. 9-ды v-ға көбейтсек 9v болады. 2 еселесек 18v. Қосылған екінші өрнек бізде 9-ның квадраты 81 болады. Бесіншісі 4 қосылған d-ның квадраты. d-ның квадраты. Бірінші өрнегіміз бізде 4, 4-тің квадраты 16, қосылған 2 еселенген бірінші мен екіншінің көбейтіндісі. 4 d-ны 2 еселесек 8d болады. Қосылған екінші өрнегіміз d-ның квадраты d квадрат деп жазып қоямыз. Алтыншысы p қосылған q-дің квадраты. Тең. Бірінші өрнегіміз p-ның квадраты қосылған 2 еселенген бірінші мен екіншінің көбейтіндісі p-q болады.
қосылған екінші өрнектің квадраты q квадрат болады. Жетіншісі z квадрат минус y дейді. Z квадрат минус y-тің квадраты. Бірінші өрнектің квадраты z квадратты квадраттасақ, z-тің 4 дәрежесі болады. Минус 2 еселенген екеуінің көбейтіндісі, ол бізде z квадрат көбейтілген y болады. Плюс екінші өрнегіміз бізде y-тің квадраты, y квадрат. Мына жерден көбейту жазатын болады. Сегізіншісі а қосылған 1-дің квадраты. А квадрат қосылған 2 еселенген бірінші мен екіншінің көбейтіндісі 2а болады. Қосылған 1-дің квадраты 1 болады. Келесі бізде 31-де екінші есепті шығарып көрейік. 32-де екінші есепті жалғастырайық. Бірінші есебімізде а қосылған 1 бөлінген 7-нің квадраты. Бірінші өрнектің квадраты а квадрат болады. Қосылған 2 еселенген 2 өрнектің көбейтіндісі болады. А мен 1 бөлінген 7-ні көбейтсек, болады бізде 1 бөлінген 7а болады. Көбейту 1 бөлінген 7а болады. Қосылған екінші өрнектің квадраты 1 бөлінген 7-ні квадраттасақ, 1 бөлінген 49 болады. Жинақтап жазайық. А квадрат қосылған коэффициент ретінде 2 бөлінген 7 деп алдына шығарып жүрсек болады. А-ның а болады мына жерде. Қосылған 1 бөлінген 49 деп жинақтап жазсақ болады. Екіншісі 1 бөлінген 9 қосылған v-ның квадраты. 1 бөлінген 9-ды квадраттасақ, 1 бөлінген 81 болады. Қосылған 2 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнекті квадраттасақ, көбейтсек 1 бөлінген 9 v болады. Қосылған екінші өрнегіміз v-ның квадраты болады. Жинақтап жазайық. 1 бөлінген 81 қосылған а-ның алдына коэффициент ретінде 2 бөлінген 9 v деп жазамыз. Қосылған v квадрат болады. Үшінші есеп. n бөлінген 4-тің қосылған m бөлінген 3-тің квадратын табайық. Формула бойынша жазайық. n-ның квадраты n квадрат 4-тің квадраты 16. Қосылған 2 еселенген екеуін көбейтіп жазайық. n бөлінген 4 көбейту m бөлінген 3 болады. Қосылған m квадрат және 3-тің квадраты 9 болады. Жинақтап жазайық. n квадрат бөлінген 16 қосылған 2 мен 4-ті қысқартып жіберсек болады. Сонда бізде болады алымында n болады, бөлімінде 2 мен 4 қысқарапта тек 2 қалады, 2-ні 3-ке көбейтсек 6 болады. Қосылған m квадрат бөлінген 9. Төртінші есеп k бөлінген 2 минус k бөлінген 5. Квадраттан табайық. Тең. Бірінші өрнектің квадраты k квадрат бөлімі 4 болады. Минус 2 еселенген екеуінің көбейтіндісі k бөлінген 2 көбейту k бөлінген 5 болады. Қосылған k квадрат бөлімі 25 болады. Тең. Жинақтап жазайық. k квадрат бөлінген 4 қосылған азайтылған шешімдер азайтылған 2 еселенген 2 мен 2-ні қысқартып жерсек болады. 2 мен 2 қысқартып кетеді де, тек бұл жерде бізде k қалады екен.
K квадрат бөлінген 4 K бөлімінде тек 5 қалады. 5, мынау алды минус болады. Қосылған K квадрат бөлінген 25 болады. Егер бізде аралас сан түрінде берілсе, оны міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналдырып, сосын бар формулаға салып ашамыз. Шақшаны ашамыз, Енді бізде бірінші өрнегіміз 13 бөлінген 3-ке тең екен. Квадраттайық. 13-тің квадраты 169 болады. 3-тің квадраты 9 болады. Минус 2 еселенген бірінші мен екіншінің көбейтілісі болады. Бізде көбейтілген 13 бөлінген 3х болады. Қосылған екінші өрнегіміз х квадрат. Жинақтап жазайық. 169 бөлінген 9 минус 2 мен 13 көбейтіледі, себебі 2 мен 3-ті қысқарта алмаймыз. 2 мен 13-ті көбейтсек 26 бөлінген 3 болады. Және х бар, қосылған х квадрат болады. Негізі араластан түрінде жасақта болады. 169 9-ға бөлсек, бізде нешеден түседі? Сразу аралас сан түрінде жазайық. Міне осылай аралас сан түрінде жазамыз. Яғни 169 9-ға бөлсек, 18 бүтін 9-дан 7 болды. Ал 26-ны 3-ке бөлсек, 8 бүтін 3-тен 2-ден 7 қосылған х квадрат болады. Келесі 6-шысын шығарайық. 6-шысы сразу аралас сан түрінде жазайық. Аралас санды бұрыс бөлшек түрінде жазайық. Қосылған 3 бүтін 4-тен 1 деген 3-ті 4-ке өтем 12, 12-ні 12-ке 1-ді қоссам 13 болады. 13 бөлінген 4-тің квадратын табайық. Тең. Y квадрат қосылған 2 еселенген бірінші мен екіншінің көбейтілісі бізде болады. 13 бөлінген 4 y болады. Қосылған екінші өрнегіміз 13 бөлінген 4 квадраттайық. 13-тің квадраты 169, 4-тің квадраты 16 болады. Жинақтап жазайық. Y квадрат қосылған y пен 4 қысқарып, 2 мен 4 қысқарып, тек бөлімде 2-ға. 13-ті 2-ге бөлсек, 13 бөлінген 2 y қосылған 169 бөлінген 16. Тең. Аралас сан түрінде жазайық. Y квадрат өзі қалады. Қосылған 13-тің ішінде 2 деген бізде 6 рет кездеседі. 6 бүтін 2-ден 1 болады. Y қосылған 169-ды 16-ға бөлсек, 169 бөлінген 16. Шығады бізде 10 бүтін 16-дан 9, 16-дан 9, не осы түрде қалады екен. 16 мен 9 ешқандай санға қысқармайды. Келесі 7-ші есеп. 7-ші есеп z азайтылған 5-ке өтем 25, оған 1-ді қоссам 26 бөлінген 5-тің квадраты формула бойынша жазайық. Z квадрат минус 2 еселенген бірінші мен екіншінің көбейтілісі. 2 еселенген бірінші мен екіншінің көбейтілісі 26 бөлінген 5 Z болады. Қосылған 26-ның квадраты. 26-ның квадратын табайық. 676. 676 бөлімі 5-тің квадраты 25 болады. Тең. Z квадрат минус 2 мен 5 қысқармайды. Сол себепті 26-ны 2-ке көбейтеді. 26-ны 2-ке көбейтсек 52. 52 бөлімі 5 Z
қосылған 676 бөлінген 25 болады. Аралас сан түрінде жазайық. Z-тің квадраты азайтылған 52-нің ішінде 5 10 рет кездесуде 10,5-тен 2 Z қосылған 676-ның ішінде 25 бізде 27 рет кездеседі. 27 көбейтілген 27,25-тен 27-ні 25-ге көбейтсек 675 шығады. Сонда бір қалдық. Міне осы түрде жасаймыз. Келесі соңғысы қалды бізде. Соңғы 8-ші есеп. 8-ші есепті сразу бізде бұрыс бөлшектеріне жазайық. 4-ке 8, 8-ге 1-ді қоссам, 9 бөлінген 2 қосылған тының жақша сыртына квадраты. Формула бойынша ашайық. 9-дың квадраты 81 бөлімі 4 қосылған 2 еселенген бірінші мен екіншінің көбейтіндісі 2 көбейтілген 9 бөлінген 2 қосылған тының квадраты тең 81. 81-дің ішінде 4 деген неше рет кездеседі бізде? 81 4-ке бөлсек 20,4-тен 1 болады. Қосылған 2 мен 2-ні қысқартсақ, тек 9 қалады. Қосылған квадрат. Міне сонымен балдар 32-де 2-ші есептің соңына жеттік. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.